Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін метрика жасап үйренеміз. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бізге ең алдымен PicsArt программасы керек. PicsArt осылай жазылады, Android'та да бар. Плюсты басамыз. Бізге керек шаблонды таңдаймыз. Мен шаблондардың барлығын өзімнің Telegram каналымда сақтап қойғам. Рекламаны күте тұрыңыздар. Закрытиені басамыз. Сонан кейін текстке барамыз да баланың атын жазамыз. Менде Аиша. Аиша деп жазып, ортаға қаратай қоямыз. Цветін өзгертеміз. Мен қоңыр қылып өзгертемін. Мына жерде цветті таңдау өте маңызды. Мына жерге қып-қызыл қылып қойсаңыз, сізге келіспеуі мүмкін. Аиша деп қоямыз. Енді баланың бойын жазамыз. Менде 54 сантиметр. Лентадан шығып кетпеуін қадағалап, қара түсті болса осы болып тұрады. Өйткені бізде рост деген сөз қара түсті. Баланың салмағы менде 3200. Тоже қадағалаймыз лентадан шығып кетпеуін. Сәндеп, әдемілеп өздеріңіз қарап енді қоясыздар ғой. Көзге әдемі болып көрініп тұруы керек. Әдемілеп қойдық. Енді менде келесі ата-ананың аты. Бұл жерге бізде Әділет пен Нұрай жазып төменге қаратай қоямыз. Түсін таңдаймыз. Менде обводка әдейі жасаймын, өйткені құрқып қоңыр болып тұрған тоже әдемі көрінбейді шығарған кезде. Жазуды өзгертемін. Әділет Нұрай осылай қойғаным дұрысырақ. Сосын қонжық ұстап тұрған жерге мен туған күн жазамын 15-10-2021. Қасына гороскопын жазсаңыз болады, туылған жылын жазсаңыз болады, қай аптада туылды жазсаңыз болады. Мен ештеме жазбауды жөн көрдім. Сағаттың ішіне біз туылған уақытын жазамыз. Менде 17:45. Оны тоже қадағалайсыз, сағаттың сыртына шығып кетпеуін. Жақындатуға болады, фотоны көріп тұрғаныңыздай. Дәл ортасына қаратай қоямыз. Мінекейіңіз. Қара түсті өзгертпеймін, өйткені солай әдемі нақты көрініп тұрады. Мінекей достар, осылай метрика жасау оңай. Каналыма жазыла кетіңіздер, әлі алда метриканың фото түрінде жасауын көрсетемін. Менде шаблондар менің каналымда идеяға толы парақшада сақталынады. Каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Мен ол каналға ссылканы осы описанияға қалдырып кетемін. Неше түрлері бар. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.